Ұлы Отан соғысы 600 мыңнан астам қазақ өмірін алып кетіп, тарихта ең қайғылы әрі қан төгерлі соғыстардың бірі болды. Біздің батыр ата-әжелеріміз тайсалмас табандылықпен, қайыспас қайсарлығымен, от пен оқ арасындағы өмірде қанның соңғы тамшысына дейін соғысты. Олардың арқасында біз соғыс көрмей, ашық аспанның астында бақытты әрі тәуелсіз өмір сүре аламыз. Бізге бостандық пен жақсы өмір сыйлаған батырларымызға алғыс айтып, олардың отан үшін отқа түскенін ешқашан ұмытпауымыз жөн. Бұл себептен мен өз атамның ерлігін естелік етіп, мақтан тұтқым келеді. Менің әжемнің әкесі Құлымбетов Толысбек 1902 жылы Ақмола облысы Атбасар қаласында дүниеге келген. 1942 жылы 10 желтоқсанында Сталинград фронты 27-ші атқыштар полкі 75-ші дивизияға қабылданды. Қатарлы солдат болып, екінші рет 15-ші қаңтар 1943 жылы бірінші Беларусь фронтына алынды. 1945 жылы 10 ақпанында Польшаның Познань қаласына шабуылдаған кезде қаһарлы ерлік жасап, бірінші қолын түгелдей, екінші қолын иығын қатты жараланған болатын. Ол үшін даңқ орденінің екінші дәрежесі мен ерлік үшін медальға ие болды. Демобилизациядан кейін қалаға оралып, темір жолында жұмыс істеді. 1976 жылы қайтыс болды.